Бүгінгі видеода біз сендермен бірге әлемдегі жұмбақ болған елес бір түрлі аккаунттарға обзор істейтін боламыз. Ема достар, әлемде жоқ айдиді тауып алғасыңа және де бұл аккаунтта бүкіл пропустар бірді. Ема прям айта алмадым. Айтпақшы достар, бізде осы каналдан 5000 подписчикқа жеткен болатынбыз. Ура достар, енді келесі мақсат бізде 10 подписчикқа жеткізіп тастайық достар. Ал біздің бірінші аккаунтқа келетін болсақ, бізде Көтекбас 005 деген аккаунтты тауып алдық достар. Қарасындар болады. Ойландаршы достар, бұл аккаунтта Штани Ангела бар. Еще қарасындаршы лайкын 13 000 лайкты жинап тастаған ғой. Аккаунтын көретін болсақ, бізде 6-шы уровень достар. Рейтингі бізде бронза, және де бұл аккаунт көп ойналмаған сияқты. Сетіне оценка істейтін болсақ, бізде осындай көккенбек өзінің скары бар. Содан кейін бізде осындай түрменің киімі, содан кейін Штани Ангелалары бар. Бұл аккаунт айтатын болсам, бұл аккаунт бізде заброшенный болғаннан кейін 2 матч ойнаған 18% хедшотпен. Ал біздің бірінші аккаунт осындай болып шықты достар. Видеоны аватса лайктарымды басып пытырлатып кетсеңдер болады. Ал біз келесі аккаунтқа кеттік. Біздің екінші жұмбақ аккаунт достар, қарасындар болады. Бізді ID 500-555 деген ID-ді тауып алдық. Енді бұл аккаунтты айтатын болсам, уровені бізде 55 достар. Неге бізде 500-555 гильдасы сондай достар. Оны қоя берсе достар, ану ID-ның өзі 555, барлық 5 саннан тұрады достар. Лайығы бізде достар 317 000 ба немене бәлі достар, миллион лайкты жинап тастаған. Бұл аккаунтта достар бізде мына жақта ештеңе жоқ, яғни ештеңе қоймаған. Ал мына жақты көретін болсақ, бізде битва отряды екеуі де бізде бронза екен. Ал пропускі бізде достар, бүкіл пропусты бізде 55 қып алған ғой. Прикиньте достар, ешқайсын сатып алмаған, бірақ прикиньте барлығын 55 қып жинаған ғой. Гильдиясын айтатын болсақ, бізде барлығын 555 қып тастаған ғой. Прикиньте. Профильдегі значоктарын көретін болсақ, бізде Prime 1, Неразли вода и Супер геймер деген өзінің значоктары бар. Сетіне оценка беретін болсақ, бізде осындай имбовый анимациясы бар екен достар, сап-сары әдемі. Кассасын айтатын болсақ, бізде осындай сары кассасы бар екен достар. Грим, содан кейін маска, шаш дейма, тағы осындай нәрселері бар. Содан кейін мынандай, содан кейін шалбар и ақ кроссовка. Бұл баланы ойынын көретін болсақ, бізде солодан болса бізде 24% қып жетпен екен, ал дуодан болса бізде 40%, ал отрядтан болса 23% бен ойнайды екен. Оружиясында бізде ешқандай скин жоқ, мына жақта да тоже сондай. Ал біздің екінші жұмбақ аккаунт осындай болып шықты, ал біз үшінші аккаунтқа кеттік. Әні мені дегенше уже достар, үшінші аккаунтқа да келіп жеттік. Бізде 30 күн бұрын кірген, дұрза тастап қойып. Бұл аккаунт несімен бір түрлі деп айтатын болсаңдар, бұл аккаунттың негін қарайтын болсаңдар, 16 цифрдан көп. Негізі стандартный аккаунттарда негізі 16 цифрдан көп болмау керек. Бұл аккаунтта қарасындар болады, 16 цифрдан көп негді істеген ғой. Ал аккаунттан көрейік достар, аккаунттан не бар екен достар? Бізде описаниеда осындай нәрсе жазып қойған. Ал пропускын көрейік. Бізде пропускында не бар екен? Бізде ешқандай пропусты барлығын алмаған. Рейтингін айтатын болсақ, бізде екеуінен де бронза, ал бізде КБ-дан болса 2 рет мастер, БО-дан болса 1 рет болыпты. Аккаунттың уровенін көретін болсақ, бізде 35-ші уровень, 669 лайк. Бұл баланы ойына қандай екен достар? Давайте көрейік. Мына жақта 18% хедшотпен ойнайды екен, ал дуодан болса бізде 8%, ал отрядтан болса бізде болады 15% бен ойнайды екен. Оружиясында бізде ештеңе жоқ достар, как обычно. Ал бізде армандарын көрейік. Бізде армандарында бізде дробаш бар екен, осындай дробашты қойып қойған. Содан кейін бізде осындай ақ рубашка. Ал біздің үшінші бір түрлі аккаунт осындай болып шықты. Видеоны аватса лайктарымды пытырлады, подписацияны басып кетіңдер. Ал біз төртінші аккаунтқа кеттік. Айбой достар, төртінші аккаунтта айтатын болсақ, бізде 30 минут бұрын кірген екен. Давайте дұрза тастап қойып. Достар, енді мынау патолог аккаунттардың біріне жатады достар. Бағана ID-ін көргендерінде бізде ID ерекше ғой. Галочкасын айтатын болсаңдар, бізде достар басқаша галочка достар. Енді разработчик па, әлде білмеймін, официальный команда деген өзінің значогы бар екен. Көп сөйлемей аккаунтын көрейік достар. Бізде 65-ші уровень, 928 000 лайк, почти лям лайкты жинап тастаған ғой. Пропустарын көретін болсақ, бізде барлық пропусттар алынған, бірақ енді бір обиднасы бар достар. Бұл аккаунтта бір обиднасы, бізде біреу ғана алынбаған аппақ болып. Рейтингі бізде КБ-дан мастер, ал бұл рейтингтан болса бізде алмаз 3 екен. ID-ні айтсаңдар, бұл аккаунттың достар 1000001 деген ID бар ғой. Описаниясын көретін болсақ, бізде Free Fire'да өзінің негін жазып кеткен екен. Мына жақта бізде 8 жылдың значогы бар, содан кейін тағы да бір мынандай значоктары бар. Профилінің арғы бетінде бізде мына жақта MVP оружиялары бар, содан кейін мына жақта тағы да новый скиндар.
достар бүкіл нәрселерді қойды. Прайма бізде 8 достар, содан кейін бізде супер геймер, не повседневная легенда и өзінің официальный галочкасы бар. Давайте сетіне оценка істейік. Бізде осындай сетті киіп болған, енді айта алмадым, енді әдем сетті істеген. Бізде мына жақта өзінің маскасы бар, БСС-ның тағы да скиндары. Содан кейін бізде осындай ваннада отыратын скиндарын барлығын алып алған. Бұл баланың ойынын көрейік достар. Бізде ойыны қандай екен? Бізде 14% хедшот, ал дуодан болса бізде тоже 14%, ал отрядтан болса бізде 15% хедшотпен ойнайды екен. Мықтан етін аржалары достар, АВМ дейма, ВСС дейма, П90, МП40, Магон, Мини Узи, Скар дейма, бүкіл аружаймен жақсы ойнайды достар. Армандарын көретін болсақ, бізде осындай скиндарды армандайды екен. Бізде осындай аватарка, имбовы, негізі әдем аватарка достар. Соңғысы бізде осындай эмоцияны қойып қойған екен. Бұл эмоция менде бар десін ойнайтын. Ал біздің 4-ші разработчик дейма, басқаша официальный команда дейма, соны аккаунттың обзоры аяқталды. Видеоны ватса лайктарымды басып кетіңдер. Ал біз 5-ші аккаунтқа тез етіп кетейік. Уже достар 5-ші аккаунтқа да келіп жеттік. Бізді бір күн бұрын кірген екен. Давайте дүрізі тастап қойып. Ал енді аккаунтын айтатын болсақ, бізде 68-ші уровень достар, 37 мың ба, қаншама лайк достар, 37 мың ба, немене бәлі достар, миллион лайк жинап тастаған. Бұл жердегі ең маңызды нәрсе достар ID бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деген ID ғой. Бұл аккаунттың рейтинг көрейік. Бізде КБ-сы бізде мастер, ал битва отряды бізде алмаз 1 екен. КБ-дан бізде достар 21 рет мастер болған, ал бұл рейтингтан 15 рет болыпты достар. Профилін көретін болсақ, бізде неразли ватасы 1014 күн болған ғой. Прикиньте достар, содан кейін бізде описанияға осындай тиктогын жазып кеткен екен. Және бұл аккаунтта достар Сакура и хип-хоптың наборлары алынған. Содан кейін бізде мына жақта АК-47 бізде 7-ші уровень, Скар тоже сондай. Аккаунты бізде 8-ші прайм, содан кейін бізде неразли вата значогы супер геймер. Давайте сетіне оценка жасайық. Бізде осындай имбовый анимациямен кіріп келетін қарасыңдар. Бетінде осындай грим достар, содан кейін ангельский маска и хип-хоптың кепкасы бар достар. Содан кейін мына жақта ақ бізде футболка и шалбары болса бізде хип-хоптың наборы и ақ кроссовка достар. Енді әдем үйлескен ақ қара бол. Давайте ойынын көрейік достар. Мына жақта бізде 12% хедшот, ал дуодан болса бізде 8%, ал отрядтан болса бізде тоже мына жақта 8% екен. Оружияларын айтатын болсақ, АК-47, Скар, X78, МП40, аук дейма, бүкіл оружиямен жақсы ойнайды екен достар. Бұл баланың армандары қандай екен достар? Осындай аукты қойған екен, содан кейін қасында осындай әдемі эмоция достар. Енді гильдияның эмоциясы деп айтсақ та болады. Айбай достар, қарасыңдаршы, әдемі болып тұр ма? Өз гильдиямда енді әдемі туғып сап тұрмын ғой. Ал біздің 5-ші аккаунт осындай болып шықты. Видеоны ватса лайктарымды басып кетсеңдер болады. Ал біз соңғы аккаунтқа кет. Бізде 6-ші және соңғы аккаунтқа да келіп жеттік достар. Бізде 7 сағат бұрын кірген екен. Давайте дұрыс тастап қойып. Енді аккаунтын айтатын болсам, енді имбовый акттардың бірі. Бізде почти енді бағанағы галочкасы бар аккаунт деп айтсақ болады. Бізде енді басқаша галочкасы бар бұда да. Аккаунты бізде 72-ші уровень достар, 139 лайкты жинап тастаған. Рейтингін айтатын болсақ, бізде екеуінен де мастер екен достар, қарасыңдар болады. КБ-дан достар бізден 21 рет мастер болған, бұдан болса 18 рет болған екен. Оны қоя беш достар, бұл аккаунтта қалай 100-ші уровендік эмоция қалай жүр? Аккаунты 72-ші уровень, бірақ эмоциясы бар достар, 100-ші уровендік эмоция бар. Ал мына жақты көретін болсақ, мына жақта скиндар бар екен тоже. Мына шортикті айтсаңдар достар, біздің регионға шықпаған шортик мынада бар ғой. Достар, мына кімнің аккаунты? Давайте комментария жазып кетіңдерші. Чо за галочкасы бар достар, 100-ші уровендік эмоциясы бар ғой тоже. Еще галочкасы ерекшелеу ма, сондай ғой достар, ФФ деген жазуы. Ал скиндарына баға беретін болсақ, бізде осындай Сукунаның прибедасы бар екен. Содан кейін грим, содан кейін қара маска и қара шаш достар, барлығы үйлесіп тұр. Содан кейін қара рубашка, ақшал бар достар, содан кейін қара шляпка енді идеальный кеткен ғой. Ал ойынын көретін болсақ, бізде солодан бізде 31% хедшот, одан болса бізде достар 11% хедшот, ал отрядтан болса бізде 10% хедшотпен ойнайды екен. Мықты ойнайтын оружиялары бізде М60, Парафал, МП40, Драваш, Ан-94, аук, Бизон деген оружиялармен жақсы ойнайды екен. Ал список жалғасында бізде ештеңе жоқ екен достар. Біздің соңғы және де ерекше аккаунтымыз осындай болып шықты. Бүгінгі видеода сендерге ұнаған ерекше аккаунттарды комментарияға жаза кет. И видеоға лайк басып тіркеліп осы каналда 10 мың подписчикқа жеткізіп тастайық. Ал сендермен бірге болған мен Микош, келесі видеоларда көріскенше.